Мәдениет саласында жан-жақта тойлап жатыр. Бұл ақанды енді ұлы ақан бәріміз білеміз. Жалпы осы аймақтың бәрі біледі. Біз осы елге келіп міне таң тамаша болып жатырмыз. Құлагерін көріп, мынау енді сол ақанның құлагердің су ішкен құдығы ғой. Осы құдық туралы бір екі ауыз сөз айтсаңыз. Бұл құдық ақан сері өзі бірен баласындай баптаған, бір шыққанды маңайына жуытпаған ақан атамыз. Ақан атамыз уақытында жүрді, тұрды. Сонда енді ол кісіні төгенді. Байларға кішкене жақсы болмады. Байлар жақ ол кісіні төмендеттенді. Халыққа сондай жан ашыды, кедейлерді жақтады. Кедейлердің сөзін сөйледі, соны байларға жеткізем деді. Бірақ ол кезде заман солай. Енді солай нөгөр ертті. 15-20 адам әкесі Қорамса әкесі 90 жылқысы бол, содан 15 шақты жылқыны ұстап өзі жанына серік ертіп, серлік құрды. Сол барған жерде қай жерде ойын той, ақан сер 15-20 жігітімен сонда бар, күшілдеп. Шымнан сұрағанда беріп етті, ақан атамыздың айтқан өлеңі бар, нағашынан алған аты. Құлагерді баптады нетті. Осы маңайға бәлен жерде бәйгеге салды. Осы біздің Көкшетау районында бармаған несі жоқ, бәйге берген жоқ жаны бар. Содан апарып Ерментауға, Павлодар облысы Ерментауды білесіздер ғой. Иә. Сонда Батыраштың тойға барғанда Батыраш жануардың ажалына жетті ғой шапқылып. Ақанның туған жері, ән салып сауық сайран құрған елі, ұрпақтың ұрпағына аңыз болған, топ жарған тұлпар тұяқ құлагері. Жеріңде Айыртауда елің бар ма? Қоскөлдей мөлдіреген көлің бар ма? Жыл сайын құрметке ие болған Тұрлыбек Есілбайда ерің бар ма дейді. Ақан сері туралы бір екі ауыз сөз. Бәрекелді. Енді ақан серінің елінікі екеніміз анық, ақан серінің туысы екеніміз анық. Бұларда бұрын Малтабар отыратын. Малтабар. Ақан сері. Малтабар, 5 ата Малтабар дейді. Құдайқұл, Райымқұл, Қошалақ, Мәмбет Иса Аңырық дейді. Біз Кеңашшы деген жерде, ол уақытта Кеңашшымыз Ботауылы, Шұңғырша ауылы болғанбыз. Сонда осы Малтабар мен Шұңғырша бір атаның балалары ма екеуі? Бір атаның балалары. Қарауылдан тараймыз ғой. Қарауылдан жақсылықтан Малтабар Шұңғырша дейді. Ақанның туған жері осы Кеңашшы, осы Қаратал демеуші ме еді тағы да? Қаратал. Қаратал. Енді сол жердің сіз тумасысыз ғой. Көлділен Қаратал дейді. Қаратал Қорамсаның қыстауы. Еліміз айтып жүреді әндерін. Әндері бір тамаша, әдемі, сол лирикалық тұрды. Енді осының көп әндері, өлең шумағын бір есіңізде бар ма екен? Өлең шумағы қазіргі айтып жүрген өлеңдер ғой біздің білгетіміз. Әудем жер, жүрелмеймін оу аяғымнан, ұстаймын екі қолда оу таяғымнан, сайраған орта жүздің ау бұлбұл едім, кәріліп келіп қалдың ау қай жағымнан, шіркін ау қай жағымнан деген. Ата енді ақан серінің ақырғы жылдарындағы мынау сол қайтардағы бір ауыз сөз. Сол көшіп барған Бегәлінің жұртында ақан сері 70 жасқа келгенде ауырып қайтқан екен.